Саламатсыздарбы балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қышқылдық және негіздік оксидтердің түзілуі. Енді оқу мақсатымыз металдар мен бейметалдардың жану кезінде оксидтердің түзілетіндігін білу. Енді сендер кез келген заттың жану реакциясының өнімін айта және жаза алу керексіңдер. Металл атомдары оттекпен әрекеттесіп негіздік оксид түзететінін білу керексіңдер. Және бейметалл атомдары оттекпен әрекеттесіп қышқылдық оксид түзететінін білу керексіңдер. Негіздік оксид пен қышқылдық оксид суда ерігенде негіз және қышқыл түзететінін анықтау керексіңдер. Енді бүгінгі сабақта оксидтердің құрамына қарай жіктелуін және оксидтердің қарай негіздік және қышқылдық оксид деп жіктейтінін білесіңдер. Енді оксидтер дегеніміз не? Оксидтер дегеніміз молекула құрамы екі түрлі элемент атомдарынан құралған, оның бірі оттегі болып келетін күрделі заттар. Кез келген металл және бейметалл элементтері қасында оттегі болатын болса, онда ол бізде оксид деп аталады екен. Түсінікті ғой балалар? Егер ол бізде күрделі заттар деп аталады. Енді қараймыз, оксидтерді атағанда, мысалға химиялық элемент атауына оксид сөзін қосып айтамыз. Мысалға, егер мынандай зат тұратын болса, кальций және оттектің формуласы тұратын болса, оны біз не деп айтамыз? Кальций оксиді деп айтамыз. Көміртек пен оттегі тұратын болса, көміртек оксиді. Литий мен оттек тұр, бұл жерде литий оксиді және темір оксиді деп оқылады екен формула. Түсінікті ғой балалар? Сонда оксидтер дегеніміз екі элементтен ғана тұрады екен. Біреуі оттегі болып келеді, екіншісі кез келген бір элемент болуы мүмкін екен. Енді бізде оксидтердің жіктелуі. Оксидтер қалай жіктеледі? Оксидтер бізде балалар екіге жіктеледі. Негіздік оксид және қышқылдық оксид болып. Негіздік оксид дегеніміз бұл металл атомдарының оттекпен әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі екен. Мысалға, кез келген металлға оттекті қосқан кезде бұл негіздік оксид түзіледі. Мысалға, кальцийге оттекті қосамыз, кальций оксиді шығады. Магнийге оттекті қосамыз, магний оксиді шығады, және натрийге оттекті қосамыз, натрий оксиді шығады екен. Сонда бұл металдарға біз оттекті қосқан кезде негіздік оксидтер шығып жатыр балалар. Шатаспаймыз, жарай ма? Металға оттекті қосқан кезде негіздік оксид шығар екен. Енді қышқылдық оксид деген бар. Қышқылдық оксид дегеніміз қалай түзіледі? Бұл қышқылдық оксидтерге біз оттекпен әрекеттестірген кезде бұл бейметалдармен әрекеттестіреміз. Бейметалл дегеніміз не балалар? Металл емес деген сөз. Бейметалл дегеніміз металл емес деген. Бейметалдарды оттекпен әрекеттестірген кезде, мысалға, көміртекке оттекті қоссақ, көміртек оксиді, күкіртке оттекті қоссақ, күкірт оксиді, фосфорға оттекті қоссақ, фосфор оксиді. Бұлар қышқылдық оксидтерге жатады екен. Түсінікті ма? Негіздік оксидтер дегеніміз металл мен оттекті қосамыз, ал қышқылдық оксидтерде бейметалл мен оттекті қосады екенбіз. Енді келесі оксидтердің химиялық қасиеті қандай екен? Бұл біздің айтып жатқан жаңағы екі оксидіміз, негіздік оксид пен қышқылдық оксидтердің химиялық қасиеттері қандай екен? Мысалы, біз жаңағы металл оксидтеріне негіздік оксидтерге су қосатын болсақ, H2O, барлығына суды қосқан кезде су қараңыз, негіз түзіледі екен. Кальций гидроксиді, мысалы, натрий оксидіне суды қоссақ, натрий гидроксиді, калий оксидіне суды қоссақ, калий гидроксиді, литий оксидіне суды қоссақ, литий гидроксиді және сутек газы бөлініп шығады екен. Сонда негіздік оксидтердің барлығына су қосқан кезде негіздер пайда болады екен. Түсінікті ма? Ал егер бейметалл оксидтеріне қышқылдық оксидтер болады, қышқылдық оксидтерге су қосқан кезде бізде қышқылдар пайда болады екен. Сонда фосфор оксидіне су қоссақ, ортақ фосфор қышқылы түзіледі, көміртек оксидіне суды қоссақ, көмір қышқылы түзіледі, күкірт оксидіне суды қоссақ, күкірт қышқылы түзіледі екен. Енді сендерде балалар бүгінгі сабақта түсінді деп ойлаймын. Түсіндік па, түсінбедік па? Қазір оны біз тексереміз. Сонда бірінші тапсырма. Берілген реакцияны химиялық формуламен өрнектеңіз дейді. Нәтижеге күкірттің таңбасы қалай, соны жазамыз, оның қасына оттекті қосамыз. Сол кезде күкірт оксиді түзіледі. Енді магнийге оттекті қосамыз, магний оксиді, темірге оттекті қосамыз, темір оксиді шығады.
кішкене 1 минут дайындалуға беремін. Алдарына дәптерге орындап, сосын маған тақтаға жазып көрсетеміз. Балалар, енді бірінші тапсырманың кім орындайды? Болдық па, жасадық па? Майза шықшы тақтаға. Борды ала қой. Кәмі күкіртпен оттекті қосамыз. Күкірт оксиді түзіледі дейді. Күкірт оксиді сот жарайсын. Магниймен оттекті қосамыз. Магний қосу оттек. Магний оксиді. Дұрыс. Темірмен оттекті қосамыз. Темір оксиді. Өте тамаша, жарайсын отыра қой. Енді екінші тапсырма бізде балалар берілген қосылыстарды жіктеп жазамыз. Қайсысы, мына жерде көптеген оксидтер берілген, қайсысы негіздік оксид, қайсысы қышқылдық оксиде, металл оксиді мен бейметалл оксидтерін істейміз, бөліп жазамыз екі қатарға. Жазамыз ба? Кім жазады? Ойланып көріңіз, жарайды. Екінші тапсырманың кім орындайды балалар? Жайна тақтаға шыға қойшы. Мына жердегі оксидтердің барлығын екі қатарға не істейміз? Жіктеп жазамыз. Тақтаға жаза қой. Я тақтаны өшірді, ары қарай жаза қой. Негіздік оксидтер қайсы, қышқылдық оксидтер қайсы. Бөліміз литий оксиді бірінші. Негіздік оксид. Одан кейін кальций оксиді. Негіздік оксидте жатады. Кремний, силициум, қышқылдық оксид. Силициум O2. Азот оксиді, NO. Қышқылдық оксид тұрсын. NO. Магний оксиді. Негіздік оксид тұрыз. Калий оксиді, калий 2O. Негіздік оксид тұрыз. Калий 2O. SO3. Күкірт оксиді. Қышқылдық оксид. Дұрыс айтасың. Күкірт бізде бейметалл. SO3. H2O және барий O. Негіздік оксидтерге жатады. Дұрыс балалар, дұрыс тапсырманы дұрыс орындады. Дәптерлеріңе жазып алыңдар. Барий. Үшінші тапсырма балалар бізде шындық және жалған кестесін анықтайды. Мысалға, мына жерде сұрақтар берілген, қайсы шындық, қайсы жалған екенін табамыз. Металл атомдары оттекпен әрекет ететін қышқылдық оксид түзеді, ол жалған. Жалған. Металл атомымен оттек әрекеттескенде қышқылдық оксид түзбейді балалар. Бізде негіздік оксид түзеді. Демек, бұл бізде жалған екен. Келесі екінші. Кальций оттекпен әрекеттесіп, негіздік оксид түзеді дейді. Шындық, дұрыс айтасыңдар. Бейметалл оксидтерінің сумен әрекеттесу нәтижесінде қышқыл түзеді. Шындық па? Дұрыс, шындық. Оксидтер сумен әрекеттесіп, негіздік оксид түзеді. Шындық. Енді мынау кремний қышқылы берілген, бұл қалай түзіледі дейді. Қышқылдық оксидпен судың әрекеттесу нәтижесінде түзіле ма? Дұрыс айтасыңдар. Қышқылдық оксидпен судың әрекеттесу нәтижесінен бізде қышқыл түзіледі екен. Демек, бұл бізде шындыққа жатады екен. Жарайсыңдар, рахмет балаларым.